Сәлем достар, мен Аза Кизет боламын. Бүгін біз качок ойынын ойнайтын боламыз. Оны ВК-дан ойнаймыз. Качок ойынын ВК-дан ойнайтын боламыз. Качок ойынын ВК-дан ойнайтын боламыз. Міне ойындар. Біз кейін мына ойындарды түсіретін боламыз. Оған дейін бізде лайк 2000-нан асатын болса түсіретін боламыз. Сіздер лайктарыңызды басып отырыңыздар. Канал лайк басып. Сіздер лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бұл качок ойынын сіздер ойнауларыңызға да болады. Мен өзімді тағы да таныстырып кетейін. Менің атым Аза. Сондықтан да мен Аза Кизет деп ашқанмын. Қазір ойнайтын боламыз. Міне кірді. Міне бұл біздің денеміз. Міне 101 килограмм екен. 108 опыт. Мына 1,7. Біз жанып тұрық деген мағынада. Қызып тұрық. Қазір біз связназ дейік. Қазір ойнап көрейік. Біз бұны ойнаған сайын бізге 50 теңге беріп тұрады. Сондықтан да ойнаңыздар. Бұның мағынасын айтып жіберейін. Бұл сізде мына сандар 57, 59, 62 дегендер, олар сіздің давлениеңізге қарайды. Сіз нешеге дейін күте аласыз деген мағына. Ал сіз көп күтсеңіз 50 теңге береді. Мен және де күттім. Сексен жеті жарайды. Және де бізге 50 теңге берді. Көрдіңіздер ғой? Сіздер комментария қалдырыңыздар. Мына киімнің қайсысын киін. Соны комментарияға жазып кетіңіздер. Міне киімдерді қарап алыңыздар. Өздеріңіз айтасыздар. Әскери, УФС, или мына ВС моде деп. Міне әскери киімдер бар. Және де әскери шапка. Мына кепка да бар. Және де алып тастайық қазір. Қолға тағатынан үшеуі бар. Үшеуінің біреуін айтыңыздар. Сағаттар және. Комментария қалдырыңыздар. Біз фитнеске кірейік кәне. Көтеріп көрейік. Күшімізді жинап алайық. Біз 13 тартылуымыз мүмкін. 13 рет көтеруіміз мүмкін. Денелеріңіз осындай болдырту үшін сіздер көп тамақ жеңіз, одан кейін качать етіңіз. Сонда денеңіз осындай болуы мүмкін. Және де мынандай әдістерді істеп турникке тартылсаңыз, денеңіз осындай болуы мүмкін әбден. Біздің уақытымыз таяу болып біздің уақытымыз аз қалды. Біздің уақытымыз аз. Келесіде комментарияға мына киімдерді сатып ал десеңіз, сатып аламын. Міне комментария қалдырыңыздар. Мына киімді сатып ал десеңіздер, сатып аламын.
шәпкелер де бар. Өзіңіз комментарияға жазып кетіңіздер. Ана киімді сатып ал деп, мен сосын сіздердің айтқаныңызды орындап сатып аламын. Қош, сау болыңыздар. Күте тұрыңыздар. Мен денемді бір рет көрсетіп жіберейін. Менің денем. Денемді көрдіңіздер ғой. Қош, сау болыңыздар. Менің денем осындай.